Достар, ары қарай жалғастырамыз. Жаңа техникалық ақаулар бойынша кешірім сұраймын. Кеттік ары қарай жалғастырамыз. Мына жерде жаңағы мен ақшасын қоямыз міндетті түрде. Ол қажет. Мен жаңа айттым ғой, иә, азайып кетеді көрдіңіз ба ақшасына байланысты. 200 рубльге рубльмен қойдым, иә. Ертең несін қояды, долларға да қоюға болады. Бірақ есептеуге де, жаңағыдай тез төлеуге де рубль ыңғайлы. Сондықтан сіздерге кеңес беремін, рубль қойып алыңыздар. 200 рубль бір 1200 теңге ма соған жетпейді. Неге мен алғашқы сіздерге сөйтіп сол 1200 деп, то есть 200 рубль деп қойып отырмын. Тестілеп көру үшін сіздерге осы 200 рубльмен қойсаңыздар болады. Енді мына жерде установить даты начала деп тұр, и окончание. Біткен уақытын қоя салайық, міне бітетін уақытын. Қараңыздар, бізге бір ай уақытты 30 күнде не қылып тұр, 6000 рубль келеді дейді. Бізге ол өте көп, сондықтан біз 1-3 күнге ғана беріңіздер. Бұл 2 күн, 6 дейік, 3 күн болды. 3 күнге жарнама жіберіп көреміз. Ары қарай түсеміз, иә. Қараңыздар енді. Ары қарай дальше кеттік. Астынан мына қатарлар бойынша кетіп жатырмыз. Галочка қойылды. Енді мына қатарды да орындаймыз. Міне жаңа біз создать еткен престиж мебель. Астына түсеміз. Астына түскеннен кейін мынандай нәрселер шығады. Одно изображение или то есть нелер тұрады. Одно изображение, видео қоясың ба или кольцевой галерея қоясың ба деп шығады. Ал біз болсақ тек қана одно изображение таңдап алдық и видео. Мына жерде қазір бір не қойдық, бір фото. Бұны қазір өшіріп тастап бір не қояйық. Міне видео қоятын болсаңыздар видео қоясыз. Изображение қоятын болсаңыз одно изображение мықты офермен бірге. Слайд-шоу жасауға болады, көптеген не сияқты, катал сияқты болады ғой. Мысалы қазір мебельге, мысалы катал сияқты көптеген мебельден жасаған біз жасай алатын мебельдер деп ұсыныс ретінде шығарсаңыз болады. Міне біз қазіргі билетімізде одно изображение размерден біреуін қоямыз. Мына фотоны қояйық. Размер как раз келетін. Міне қойылды. Енді астына түскен соң мына қараңыздар, біз мына жерге өзіміздің основной текст деп тұр. Жаңағы сіздерге айтқан болу керек. Копирайтинг офер мықты текст туралы, иә. Яғни продающий текст. Ол отырып алып мықты түрде жазылу керек. Біз оны аламанда көп үйретеміз. Аламанның уже алғашқы сабағында салтаңда болады. Екінші аптадан сразу бастап сол неге таңдап алған саласына міндетті түрде бірден офер жаза бастайды. Неге? Өйткені ол болмаса, офер болмаса, ол өте қиын. Мысалы мектепте әліппе болады ғой, дәл сол сияқты ненің бастамасы, иә, дұрыс па, мектептің дәл сол жақта бизнес жасайтын болсаңыздар ең басында офер жазу керек. Офер деген бас тарту ақымақтық, ұсыныс жасау, яғни БТА, бас тарту ақымақтық. Офер дегенде былай несі жоқ, жаңа аудармасы Америкадан келген. Офер жазып үйренуіңіз керек, міндетті түрде болу керек сіздің салаңызда. Астына копирайтингтер өзіңіздің артықшылықтарыңызды қолдау үшін деген бар. Призыв к действию, іс-әрекетке шақыру, иә. Сол сияқты мықты продающий арқылы жазып астына мына жерге жарнама жіберуге болады. Енді қараңыздар, біз мына жерде регистрация деп тұр. Енді біз бұл жерде регистрацияны алып тастаймыз. Неге? Біз бір курсқа яки болмаса бір массажға кетейін деп тұрған жоқпыз. Біз мебель сатайын деп тұрмыз. Біз бұл жерде ауыстырамыз. Подробнее, көп нелер, скачать, забронировать, подписаться деген сияқты. Бізге келеді подать заявку и сосын подробный. Подать заявку деп қоюға болады, бірақ бір жағынан мынандай деп ойлайды адамдар. Қорқады, уже подать заявку деп бассам, мен номерін қалап жатсам, уже заявку беріп қойдым деп ойлайды. Сондықтан қорқыныш болады да, көбісі сөйтіп заказ бермейді. Сондықтан біз подробный батырмасын басамыз. Мына жерде қазір подробный деп шығады. Иә, подробный деп шығады. Қараңыздар, дәл осылай шығады. Мына жерге тексттерін жазастыр, айттым жаңа. Енді мына жерге престижный мебель деп тұр. Иә, қазір сторис форматын алып тұрайын. Адамдар көбінесе сторис сұрайды. Сондықтан стористі сіздің жарнамаңыз шығарып беретін. Арасынан тығып жүреді. Дәл осылай сіздің жарнамаңыз шығатын жерде текст шығады. Жазып көрсетейін. Просто ойын не мысал ретінде көрсетіп. Сіздің текстіңіз қазір мына жерде тұр. Көрдіңіз бе? Өшірсеңіз өшіп кетеді. Осы жерде жалпы текстіңіз осы жерге жазу керек. Мықты офер, ақырап тұрған офер болса, тіптен жақсы. Онда бірден сіздерге жазайды да, сіздің номеріңізді қалар. Мен мынаны форманы жасап қойғам.
сіздер де құрастыра аласыздар. Ана жерде имя и телефон деп тұр. Жаңағыдай почта ешқандай сұрап тұрған жоқ. Именно осы не керектігі. Поштамен не, то есть номер телефона. Пошта енді кім көп қолданбайды біздің Қазақстанда. Россияда көп қолданады. Сосын жаңа подробный батырмасын басқан соң осындай бет ашылады. Біз сосын номер мен аты жөнін жазады да, далее батырмасын басқан соң мына бетке өтеді. Отправить дейді, отправить батырмасын жазады да. Сосын спасибо, у вас все настроение. Ваша информация была отправлена деп шығады. Енді қараңыз, осы жерден смотреть сайт деп басылып, ары қарай біздің сайтқа өтіп кетуі мүмкін. Мүмкіншілігі бар, ары қарай өтіп кетудің. Біздің сайтқа кірді, тағы көптеген мәліметтер болды. Жалпы осылай негізі. Сосын соңында подтвердить кнопкасы бар. Подтвердить батырмасын басамыз ары қарай дальше. Қазір күте тұрайық. Міне кетіп жатырмын. Біздің рабочий столымыз осы болатын. Қараңыздар. Міне же кетіп жатыр, міне публикация. Опубликовано деп шықты. Енді астын басамыз. Мына қараңыздар, мына жерде біздің создатель компания на рассмотрение деп тұрады. Неге? Себебі бұл енді не қарастырылып жатыр деген сөз ғой. Енді қараңыздар, действующий деп шығады. Сол жерде шыққан кезде сіздің жарнамаңыз кетті деген сөз. Бұл адамдарға көрсетіліп жатыр деген сөз. Түсінікті, иә? Қараңыздар, бұл біздің мынау неміз өте немес, қатты күрделі емес, өте жеңіл. Сіздер ертең инстаграмды, то есть инстаграмға, фейсбукқа осындай жарнама жіберетін болсаңыздар, мұқият түрде жаңа мен айтқан детальный таргетинг, жаңағыдай офер тексттерге, сосын жаңағы, то есть геотаргетинг бар ғой, то есть местоположение, соған көбірек көңіл бөліңіздер, мән беріңіздер. Себебі ең сол жерге байланысты желі, основной желілер солай. Негізі бұны таргетингті шұқылайтын болсақ, көп нелерде көп бар. Шұқылап, ана жерін қарап, мына жерін қарап айтын болсақ. Бірақ бізге ең несі, удобнасы, керекті деген нәрселерін сіздерге көрсетіп өттім. Қазір мына бізге көше саламыз. Бұл жарнама просто сіздерге мысал ретінде көрсеттім. Енді қараңыздар, біз мынаны аяқтаған соң, нені, то есть реклама біткен соң, лидтар түседі, номерлер. Соны қай жерден аламыз деген сұрақ болады. Астына басасыздар да, то есть ең астында трафик болады. Соны жағына бассаңыздар, лид деп тұр, осы жерден лидтарды осы жерде өзі салынып шығып тұрады, қанша лид болса, соншасын бәріне сол жерден ала аласыздар. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Олай болса, мен сіздермен бірге болған мен Асамат. Осы жарнаманы жіберіп, көптеген табыс табуларыңызға мен көзім жетеді. Сіздер де жаза көріңіздер, міндетті түрде сіз табыс табасыздар. Рахмет, қош, сау болыңыздар.